Prezident İlham Əliyevin bəzi çox mənzili binaların istismarına icazə verilməsinin sadələşdirilməsi haqqında fərmanının icrası istiqamətində işlər davam etdirilir. Aparılan araşdırmalar zamanı müstəqillik illərindən əvvəl tikilən binaların da sənədsiz olması məlum olub. Mövzunu əməkdaşımız Samir Namikoğlu davam etdirəcək. Tüm Türkiye'ye iyi akşamlar. İşte buluşma saatimizde yeniden bir aradayız. Saat 18. TGRT Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bu görüntüyle bu akşam için TGRT Ana Haber Bülteni'ni noktalayalım. Ben pazartesi günü saat 18'de yine burada olacağım. Pazartesi gününe kadar herkese mutlu hafta sonları. Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşsyz baqy tarap yurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmegi başlaýar. Din şunun çäklerine geçirilen ruh veren çäreler hem täsirliligi özüne çekicilik bilen tapawutanyp, Türkmenistan rowaşyň watan ýerine başlanan dürli dawaralara şahatlyk şagalana besenýän şowhunly pursatlar ulaşdy. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary gepleşmegi jemleýär. Berkarar döwletimiň bagtyrlyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri esenýär. Ähli ösüşlerinde bolsa halkyň bäxtidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoşda bolun. Сылу сунадып, эфирда Чуваш Ень, студия Владимир Тимофеев, Пирин Паянхи Кларамра. Чувашнасы музейінде Россия финанс министерстве жүмінже пробалардаган палата экспертиза мишлеші. Кунбеки республика пулманчыға хальчен экспонатсынже ылтан кемелге хақлы еші чулзем пурыне палартма, бізен вижіне пөлзе клеме шақма, управышы шенезен мускава е чулғулана шүремелі болна. Юлашкенже шандалы перги, оңғы шынзере Фаридан концертне бақмасын етпір, әбі варасы бұла жадып, эфирда тел бұл етшен. Assalamu alaikum, urmetli seyircilerimiz, Milli Telekanalında haberler vakti studiyada men Muhammed Zikiriyev çalışam. Kırım Federal Üniversitetinde Derey Beruf kızgın derecede bu tahsil müesseslerinde Tinuşun Respublika adlı iş oyunu finalı nasıl geçkeni Aktan Hacıye İsayeva tarif etti. Basızlarını Erkuni Kırım'ın en aktual haberlerinin tanış etemez eğer sizni bir mesele rahatsızlasa ya da içtimai jetten mühim erişmeniz olsa bizim hizmetimizge haber etiniz. Bu noktada yayınımız sonuna yetti. Akşamlar rahat geçsin. Assalamu alaikum, hürmetli cemaat. Efirde жаңылықла студияда Жүккалан Руслан. Озған күлледе республикабыздың içinde болған en mağanalı жаңылықларын үсінен хабар айтып білдірілге іздейбіз. Bayramı qonu halimatını atın жүрүткен республикан ара библиотекада ветеранла өткен жылланы эслерine түшүре, жаш адамлаға көп сейер хабарланы айттыла. Бағалы қараучылар, біз мұны жаңылықланы бошайбыз. Сіз нуа 17 сағат 45 минутта башланған эңерге берулерімізге қарарға чақырабыз. Сау қалығыз, эсен көрішейік. Балкон деп уйлап йөргән урын лоджия булып чыккан. Победа торак комплексында яшәүчеләр фатирларында квадрат метрларның артуын ачыклый. Хәзер төзүче оешма бу артык майдан өчен өстәмә акча таләп итә диләр. Кемдер 80, кемдер 300 мең сумга кадәр акча түләргә тиеш икән. Янәсе килешүдә шулай язылган була да инде. Бүген ике якның фикерен дә Нияз Рахман тыңлап кайтты. Юл якшын үденең 30 яшын билдәләнә. Хәбәрдар сыгырылышы тамам, артабан хәерле иптәр республика тапшыруын карагыз хәзер хезмәттәшләрем Алхау Суфиянова һәм Галимия Нибатуллин сәламләр. Әмин хәзергә уңышлы көн теләп хушлашам. Сау булыгыз. Assalamu alaikum. Еліміздің бастарнасын тікелей эфирінде түскі жаңалықтар, студияда Бірлік Берікұлы, сурдаудармада Жанбота Сәрсенбаева. Дәл қазір орталық сайлау комиссиясының өкілдері ТМД-ның атқарушы комитетінің мүшелерімен кездесуде. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Берік Имашев шетелдік байқаушыларға алғысын білдіріп, президенттікке үміткерлер қазір белсенді түрде сайлауалды үгіт-насихат жұмыстарын жүргізіп жатқанын айтты. Кездесу туралы қорытынды жаңалықтарда толығырақ айтатын боламыз. Түскі жаңалықтарымыз осымен тәмам. Жаңалықтар леген арнамыздың сайтынан да көре аласыздар. Жүздескенше. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылықтардың толықталған шығарылышы, студияда Мирзат Муканов. Айылчарба министрі Нурбек Мурашев картошка маселесін чече албағаны үшін қара гүлөч сыйлығына ие болды. Республикалық қазынаға миллиондаған сом зыян алып келген афералық схема анықталды. Финполицияның маалыматы бойынша мыйзамсыз иштин артында жогорку кызматтагылар турушу ыктымал. Булгы мына ушундай окуялар менен коштолгон. Ушул жана башка маалыматтар менен НТС Чекит KG сайтынан дагы таанышсаңыздар болот. Ал эми сиздер менен коштошом, саламатта калыңыздар. Assalomu alaykum, Toshkent telekanalida vaziyat ko'rsatuvi. Endi shu va boshqa mavzular tafsilotiga o'tamiz.
Mamlakatimizga Xitoy Xalq Respublikasi Bosh bojxona ma'muriyati boshlig'i o'rinbosari Ligo boshchiligidagi delegatsiya tashrif buyurdi. Fuqarolar tinchlik osoyishtaligini ta'minlash, yong'in va yo'l harakati xavfsizligi, favqulodda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan vaziyatlarning oldini olishga qaratilgan tezkor chora-tadbirlar tafsilotini biz bilan vaziyat dasturida kuzatib boring. Yana efir orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'ryapsizlar. Mazkur programmamizda o'tgan bir hafta jarayonida yuz bergan Uyg'urlarga aloqador muhim voqealardan ma'lumot beramiz. Men Erkin. Bu yil 7 oyning 5-kuni, ya'ni musulmonlarning Ro'za Hayit kunida dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar jamoati 5-yil voqeasining 7 yilligi munosabati bilan Xitoyga qarshi keng ko'lamli norozilik namoyishlarini o'tkazdi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Чалахай иртінің арлық көрекшілер. Студияда Артас Кандзычаков. Хосқар айының шибіргі үзінжі күнінде республикадағы Черсуғы үгренжің музейді үгренжілерінің Георгиевтің қығырғылары тип наука практика конференциясы ирткен. Анда үзінжі кластердағы ұлғандар арасында Арслан Тапоев лауреат болып бірған. Хайдық истезік 9-ын ол еткен аннаңар тестігі көз дебісті. Амды пүнгі көз дебісті озылшы, амыр қазық чүріңер, таңды поқ тұса тұғазыр біз. Эки күндүлүк телекөрүүчүлөр медиалер дуа черде неделенин болушкунары биле студияда Назым Дорушу эгесинде биздин корреспондентттердин берген материалдарынын кыска топчуларын таныштырыптай. Соңғы Кавказ, Ингушетияга тайынчы таалгазын күйсетип турган үйөзүндө маадырлы биле амытындан жарылган Эртине Тамбаевич Халындуунун атын мөңгөждөр Салтыгышкының самбыра тураскалын аждар хемжегіне еттірген. Неделер дуа черде неделенің болушқынарын көрдіңер, неделені жетешкінік ертіңер, pot-potарыңарға қамны болыңар, базаға тапылырашқыжа, байырлық. Дұрабаларыңа хекүнтен күн берені қарағат минатым Алексей Семенов, оны час ұстата бейгі неделі ұстата тоқ беле түгеннер болан аспыттары онына болғымта кенер сылжар сонынары түмен ұрытан кәпсек бейт. Маңнай қылғастық бүйінгі беревет сүрін чағаттан. Чұрапчылығын бағалыға қолыбына жалыға тардылынна. Улуста прокуратура бұхар бұтынан доғынастағы серет чұрапчытағы. Неделі түміктерін тағарыр күнтен күн беріне көріғыт қылғас реклама кәнне Илдархан Асен Николаев аммаға сырытын, онына көңіл тұстуға андойды кубағар. Қандық фавориттар кәлін тұстасыл жалларын сехили ұрытан кәпсек бейт. Бейінен бірге болын.